Абай Құнанбайұлы 32-ші қара сөзі. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар, оларды білмек керек. Білмей іздегенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, ондай-мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп іздемекке керек. Оның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, хозур ғасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұста, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар махаббат пайда болады. Сонда әрбір істегеніңді, көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Бастапқыдай болғанда тапқан шешеңнің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе, азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залал да емес. Көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Оның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хүсітшілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды. Адамды шатастырып, жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтар да болады. 100 тура жолдағыларды шатастырушы кісі бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садақа кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған ғирыслану жарамайды. Егер қирысланса, өз сөзімшіл хұрулық, мақтаншақтық, хүсітшілік бойын жеңсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретұғын, өтіріктен де, өсектен де, ұрсып, төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әрбір хақиқатқа сырсып, ижтихатпен көзің жетсе, соны тұт, өлсең айырылма. Егер де ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсені бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар. Адамның ішінде бірі мұлағаса, екінші мұхафаза. Бұл екі қуатты зорайту жахатінде болу керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген 4 нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе әуелі құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың. Ардың бәрінің дұшпаны, ол бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегеннің қыларлық, тұрам дегенің тұрарлық, мінезде азғырмайтұғын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл үшін, ар үшін болсын. Абай Құнанбайұлы 32-ші қара сөзі. Каналға тіркеліп, пікір қалдыра кетіңіздер. Сау болыңыздар.